Балалар, сәлеметсіңдер ме? Біз әліппе сабағын бастаймыз. А әрпі және дыбысы туралы біз білімімізді толықтырайық. Балалар, А дыбысы дауысты дыбыс. А әрпі бас әрпі және кіші әрпі осылай жазылады. А әрпіне балалар басталатын сөздерді білеміз бе? Кәне атап өтейікші. Қандай сөздер білесіңдер? Ана, апа, ата, аға. Тағы да, кәне балалар, ойланып көрейікші. Алма, ара, аю. Бұлардың бәрі А әрпінен басталатын сөздер. Енді кәне балалар, мына бір суреттегі сөздерді кәне атап, А әрпі сөздің басында ма, әлде ортасында, әлде соңында кездесетінін табайық. Дайынбыз ба? Ал бастаймыз. Бірінші суретте не көріп тұрмыз балалар? Асқабақ. Кәне, асқабақ деген сөзде А дыбысы қай жерде естіліп тұр? Сөздің басында ма, әлде соңында ма? Асқабақ. Дұрыс, сөздің басында А әрпімен бастаймыз. Ас, кәне С дыбысы. Дауыссыз дыбыс, себебі мен қысқа ғана айттым. Ас, қа, қ. Дауыссыз дыбыс. Ас, қа, қыдан кейін қандай әріп естіп тұрмыз бар? Қандай дыбыс естіп тұрмыз? А әрпін жазайық. Ас, қа, Б. Б дауыссыз дыбыс. Б-дан кейін қандай дыбыс естіп тұрмыз? А әрпін жазайық. Балалар, мен неге А әрпін қызыл түспен жазып жатырмын? Кәне, дұрыс, өйткені А әрпі дауысты дыбыс. Сондықтан біз дауысты дыбыстарды қызыл түспен белгілейміз. Асқабақ. Қандай дыбыспен аяқталып тұр? Қ. Қ. Мен қысқа ғана созбай айттым. Ол дауыссыз дыбыс. Енді кәне, асқабақ деген сөзде неше дауысты дыбыс бар? Санап көрейікші. 1, 2, 3. 3 дауысты дыбыс бар. Нешеу дауыссыз? 1, 2, 3, 4. 4 дауыссыз дыбыс бар екен. Енді асқабақ деген сөзді кәне балар буынға бөліп көрейікші. Ас, қа, бақ. Неше буын бар? 3 буын бар. Неше дауысты дыбыс бар? 3 дауысты дыбыс бар. Сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Енді бар, келесі суретке қарайық. Алма. Алма деген сөзде сөздің басында А әрпімен басталып тұр. Аллы. Л дауыссыз, дұрыс айтасыңдар. Ма. Ол да дауыссыз. Және алма деген сөздің соңында А дыбысымен аяқталып тұр. Сондықтан біз А әрпін жазамыз. Неше дауысты дыбыс бар екен? 2. Неше буын болады сонда? 2 буын болады. Неше дауыссыз дыбыс бар? 1, 2. 2 дауыссыз дыбыс бар екен. Енді келесі суретке қарайық. Біз суреттерге бірінші дыбыстық талдау жасап алайық. Одан кейін келесі тапсырманы орындаймыз. Жарай ма? Бұл суретте біз нені көріп тұрмыз? Қауын. Қайталаймыз. Қауын. Ең бірінші бізге қандай дыбыс естіліп тұр? Қ. Ол дауыссыз дыбыс. Яғни қауын деген сөзіміз дауыссыз дыбыстан басталады екен. Ал А, қа, ол А. Бізде дауысты дыбыс. Қау, қау, у. Дауыссыз дыбыс болып тұр бұл жерде. Қау, ын, ы. Ол дауысты дыбыс. Қызыл түспен белгілеймін. Қауын. Қандай дыбыспен аяқталып тұр балалар? Н. Ол дауыссыз дыбыс. Онда мен көк түспен белгілеймін.
Енді дауысты дыбыстардың санын санайық. 1, 2. Неше дауыссыз дыбыс бар екен? 1, 2, 3. Неше буын бар? Қауын. 2 буын бар екен. Енді қараңдаршы балар, қауын деген сөзде А әрпі сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Сөздің ортасында. Ал алма деген сөзде сөздің басында және сөздің соңында. Ал асқабақ деген сөзде А дыбысы сөздің басында да бар және ортасында. Жақсы. Енді балар, мына бір бос тор көздерге назар аударыңдаршы. Неше тор көз көріп тұрмыз? 1, 2, 3. Енді осы 3 дыбыстан тұратын біз бір сөздерді жазып көрейікші. Мысалы, А әрпінен басталатын отбасы мүшесі сендерге өте жақын адам. Ол кім екен балалар? Ана, сендердің аналарың. Ал ана деген сөзде балалар, А әрпі сөздің басында және сөздің соңында кездеседі екен. Ортасындағы Н дыбысы дауыссыз дыбыс. Қараңдаршы бар. Ана деген сөзіміз неше әріптен тұрады екен? 3 әріптен тұрады екен. Неше дыбыс? 3 дыбыс. Оның нешеуі дауысты? 2 дауысты. Ана. 2 буын бар екен. Өте жақсы. Ал балалар, енді келесі тор көздерге тағы да қандай сөз жазсақ болады? Бұл сендердің отбасы мүшелерің. Ол сендердің әкелеріңнің әкесі. Сендерге кім болады? Ата. Дұрыс таптыңдар. Ата деген сөзде де А әрпі сөздің басында және соңында кездеседі екен. Ортасындағы Т дыбысы дауыссыз дыбыс. Ата деген сөзде неше әріп бар екен? 1, 2, 3. Неше дыбыс бар екен? 3 дыбыс. Оның нешеуі дауысты? 2. Нешеуі дауыссыз? 1. Өте жақсы. Ата деген сөзде 2 буын. Ата. Өте жақсы. Енді кәне балалар, осы сөздермен, суреттермен бір әңгіме құрастырып көрейікші. Құрастыра аласыңдар ма? Мысалы, ата не істеді? Ата бау-бақшада жемістерді өсірді. Қандай жемістерді өсірді? Алма және қауын. Қандай көкөністерді өсірді? Асқабақ. Ал ол бау-бақшада түрлі жеміс-жидектер мен көкөністерді өсіріп, біз оны күзде не істедік? Жинап алдық. Атам өсірген жеміс-жидектер өте тәтті екен. Біз не істедік, балалар? Әңгіме құрастырдық. Енді балалар, сендерге тапсырма берейін. Сендер де А дыбысынан басталатын сөздерді тауып, ол сөздердегі А әрпі сөздің басында ма, әлде соңында ма, қай жерде кездесетінін тауып, сол сөздермен осылай қазір біз әңгіме құрастырғанда етіп, шағын бір әңгіме құрастырып, ата-аналарыңа айтып көріңдерші. Жарайды ма? Жақсы балалар, мен сендерге сенемін. Бұл тапсырманы міндетті түрде орындаңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы. Әліппені көбірек оқуға тырысыңдар. Жарай ма?